Тағы да бір шықты, адам қайта-қайта қалай жерлейміз дейді. Біз жартылай исламға, жартылай шала ислам, кейбіреу кішкентай пайыз тәңірге сенеді. Бірақ жерлейміз былай да. Мен өзімнің әулетімнен айтайын оқиғаларды. Қайтыс болған Ильяс, ол қайтыс болған алдында 2 жылдай тәңірге сенетін болды беріліп. Тіпті оның теоретигі болды. Ол қайтыс болғанда ол айтты, мені тәңірше жерлетіңдер, моланы жолатпаңдар. Риза болмаймын сендерге дедім, қарғаймын сендерді. Сөйтіп оның достары жиналып, сөйтіп оны жерлетіп қойды. Ол дүниеде өзінің сүйген жұмысын істеп жүр. Самосвалай дейді. Жолдан келе жатса, тұрады. Адамдар, қазақтар, қалаға баратындар. Бәрін теріп алады. Көзі қотырады. Шалдарда, әйелдер, балаларда қасына отырғыз 2 орын бар самосвалда. Сөйтіп жұмыс істейді. Қазақша, тәңірше жерленген. Енді менің 2 бауырым бар. 2 бауыр, бәрі де СТО-дан несі болды, жұмыс істеген. СТО деген Ақжол СТО белгілі біздің Алматыда. Ол СТО-ның қасында Красный Скорпион деген СТО тұр. И оның қасында үлкен целый квартал темір жол, автотемір деген СТО. Бірақ біздің СТО-мыз бір қасиеті, ол краш ремонт жасайды. Әбден соғылған машинені жалғыз СТО жөндейтін, соны біздің СТО-мыз. Соның бір 4-ші деймін, 4-ші бауырым 12-ші жылда қайтыс болды. Инсульттан, аяқ астынан. Отырған жерінде денелі жігіт болатын. Тас етіп құлады, несі мозг өлді. Қайтыс болғаны 8 жылдан кейін, әкеміз қайтыс болған 2004 жыл сәуір айында. О да 8 жылдан кейін сәуір айында қайтыс болды. Тәп сол айда. Уақыт өте 8 жылдан кейін, наурыз айының аяғында 7-ші бауырым қайтыс болды. О да 60 жаста. О да сол СТО-да не болған сонда. 2 60 жаста, 2 бір аурудан жұмыс қайтыс болды. 2 мамандағы бір біздің политех факультетінің автоматизация металлургических процессов деген мамандық 2-інде де. Бірақ бірінші қайтыс болған 12 жылдағы бауырым, оның әкеміз нағыз атеист болған. Атеист емес, исламға қарсы болған. Бәзімізді сөйтіп тәрбиеледі. Ол өте ақылды, өте белгілі адам болатын. Оның айтқан сөзі, ислам қазақтың елін, жерін ыдыратқан. Бірінші түрк әлемін ыдыратқан. Соның арқасында біз күшімізбен айырылып, орыстардың астында қалдық сөйтіп. Соның арқасында қазақтар бір-біреуіне жала жазып, донос жазып, қанша қазақтардың өлтірген нелер өз қазақтарымыз біздің. Оның атын айтамай қойып, бәрі белгілі. Сол бізді тәрбиелі, исламнан бас тартыңдар. Ислам ол халықтың уы. Өлтірсе бізді, өлтірсе, коммунизм өлтірмесе, өлтірген жоқ дейсің коммунизм. Бірақ қазіргі нағыз қазақтың елінің жауы, ол ислам. Содан бас тартыңдар. Сөйтіп, мен оның несін орындап, сонда оның артынан 4-ші бауырым өлгенде, оның әйелінің туыстары бәрі исламға берілген. Шығыс Қазақстаннан. Солар келіп жабылып, молданы шақырып, сөйтіп оны жерлетті. Мен барған жоқпын. Жарайды, түнгі кейін, 8 жылдан кейін 7-ші, кенже, содан сөйтіп қайтыс болды, 60 жастағы. Мамандығы сол, жұмыс істеген сол жері сонда. Оны біз тәңірше жерлеттік. Басын шығысқа қаратып, аяғын батысқа қаратып, молдасыз, бәрі тәңірлерден бәрін жасап, сөйтіп, елетіп қойдық. Оның себебі, оның әйелінің туысқандары қып-қызыл шақадай коммунист. Оның әйелінің шешесі
тіпті большевичка болған. Тіпті не болған? НКВД-нің жұмыскері болған. Вот, Кожанканы кейген. Сөйтіп, бір уақыт өтті. Мен сол бірінші қайтыс болған мұсылманша жерленген баланы көрдім. Бомж болып жүр, бомж. Қаңғып жүр. Оның бәрі қуып жатыр. Бәр жерден қуып жатыр. Оның артынан сөйген өзің бауырымды көрдім. Кем болғанда министр? Кем болғанда? Машинен үлкен машинен шығып, үлкен ғимаратқа бара жатыр, артынан адамдар жүгіріп бара жатыр. Жүгіріп бара жатыр, сұрақ қояды, ол білемен бұйрықтарды беріп жатыр. Екінші бауырым, соны сода жұмыс істейтін, соның бастығы. Ода маған айтады, аға, мен бірінші қайтыс болған исламша жерленген бауырымды көрдім. Ол бір жерге келіп, сығандардың несіне кіріп кетті. Базардағы оның жерлеріне, сөйледі қайтылеуге. Олар оны ұрып жатыр. Ұрып, қуып, соғып, қуып жіберді, біздің жеріміз. Біз сатып алған жеріміз дейді. Біздің базарымыз соның. Алдына келсең, соңғы сығандар тұр. Ал екінші бауырды көрдім дейді. Дөкей. Дөкей бастық болғанда сұмдық. Ал оның ішінде бұл, анау мұсылманша жерленді. Бірақ мұсылман емес. Қолына Құран ұстап көрген жоқ ешқашанда. Намаз деген вообще есіне жоқ. Мен сонда ойландым. Ол неге тәуір жерге шыққан жоқ? А оның себебі мұсылманша жерледі, бірақ мұсылманның несіне кірген жоқ. Мұсылман емес. Қалай болса да, тіпті қалай жапса да, генетически біз мұсылман емеспіз. Құдайға шүкір, Тәңірге шүкір. Сөзген, мына жақта да оған орын табылмады. Сонда орын табылғаны бомж. Бомж. Сонда кейбір қазақтар, ақылды қазақтар, енді амалсыздан Аллаға сенбейтін өзінің туысқандар жерлегенде жалған молданы шақыратын болыпты. 90 жылда бұрынғы парторгтер бәрі де мүлдем имам болып шықты. Мүлдем. Парторг, сельсовет, милиция бастығы бәрі де сол молда болып кетті. Профторгтер бәрі де мүлдем ауыздарын жыбырлатып, әкеміз неде оқыған медреседе. Сонда бір үлкен адам келді рәсім үстінде. Аны олар қарап, балам, сен не айтып тұрсың? Мұны Құран емес, мұны частушкалар. Шасып кетті. Аға кешіріңіз, амалсыздан енді. Бұрын комсомольский бастық болып еді, мен басқа жұмыс жоқ менде, ешқандай жұмыс білмеймін, агитацияны басқа. Оны қуып жіберіп, мешітке барып, нормальный молдан алып келді. Әкем қарап тұрады. Жоқ, дұрыс бәрінде оқып, бәрінде жерлетіп, сөйтіп қойды. Соның себебінен, сол оқырманға атыраудың маған айтқан жауабым осылай. Мұсылманды мұсылманша жер беріңдер. Аллаға сенбеген қазақта молда шақырмаңдар. Амалсыздан болса жалған. Тауыбыңдар, қазір енді қиын. Бұрын қазір. Бұрын тоғыз жерде жалған молда. Түбілесін. Черескенде төбелесен құлаштасып, менің малам дейді, менің жерім деп. Сондан жетті. Вот енді екінші жауап. Аға, мына қазақ енді бауырға шыдамайды ғой, мысалға сол бауыры қайтыс болғанда, ата-анасы қайтыс болғанда, соның несін о дүниедегі жолын жеңілдету үшін, қазақта бұрыннан бар ғой, қарасын, үшін, жетсін, қырқын, жынын беру. Ол береді, ол Тәңірдің орталығы. Оның қарызын төлейді, қарыздан төлейді. Соның арқасында оның о жақтағы өмірі жеңілде болады, жеңілде болады. Оның талай адамдар маған кездескенде мен сөйтіп айтым ақыламды, бәрін тарап жіберіңдер. Бәрін тарап жіберіңдер, қалғандарын келсе ақшасы болса, қаз болса беріңдер бәрінде. Марқұмның қарызы бар ма деп жерлейтін кезде сұрайтыны. Сол шын, ол керек. Ол әдетке алу керек. Марқұмның қарыздары бар ма? Біреуді өкпелетті ма? Біреудің көз жасын ағызды ма? Bir нәрсе айтты ма, оны бәрінде, оны сыйласа, оны төлеу керек, бәрінде қайтару керек. Соңғы әсіресе жылға келгенде, алыстан келеді. Туыстар келеді, Атыраудан Жетісуға келеді, терлеп тепсіп.
бәрі келіп жылап ат оқиды. сөйтіп рәсім жасайды, малын таратады, ас береді. Қайтқанда қожындарына сәлем сауқат салады. Сөйтіп қарыздарынан құтылады. Европаның адамдарына ол жындылық. Қайтып таратуға болады. Қайтып байлықты таратуға болады. Бірақ қазіргі уақытта бір 50 жастай болды, жылдай болды нелерге. Миллиардерлер қайтыс болғанда алдында бәр дүниені таратып жібереді екен. Ауыр адамдарға, әсіресе балаларға ракпен ауыратын, спидпен ауыратын, басқа ауыратын әсіресе балаларға олардың таратқаны бәрі де оған түсуге пайдалы болады бұл дүниеде. Сол қазіргі енді келген жаңа цивилизацияның шарты осылай. Цивилизацияның өмірі дамый бара жатыр. Дамығанда енді жылға сайын мен көріп тұрмын өзімнің. Шетелде қараймын, біздің жерде істемес, бірақ шетелде әсері өте күшті. Тәңірденнің жаңа цивилизацияның әсері қазір бәрі де сол жолмен өзі бара жатыр. Енді оны тоқтататын бұл дүниеде күш жоқ. Сонда мына қатып қалған қағида жоқ. Тәңірлік ілімде марқұмды, қайтыс болған адамды мынаға ақ жуып, яғни сосын мынаға таза кебіндеп, сосын мынаға лайықтап шығарып салу ғой. Лайықтап шығару, басын шығысқа, аяғын батысқа. Тәңірдің бәрі есіктері шығысқа ашылады, бәрі кез үйлердің есіктері. Соған бәрін бұру керек. Мұсылманша, мұсылмандар өздері жерлемесін, олардың әлемі басқаша, бізге ешқандай қосымшасы жоқ, біріншіден. Екіншіден, мен оларды аяймын. Олар енді әбден тырқы кіріп бара жатқан дінді енді күшпен, бомбамен, жарылыспен, терроризммен жандандырайын деп жүр. Ол өлім. Ол ешқашанда жақсылыққа әкелмейді. Әсіресе Тәңірденне тию, Тәңірден әкелген адамға тіл тигізу емес, өлтіруге жоспарлары болған исламның. Енді мен оның болашағын өте қиын деп санаймын. Өте қиын. Жақсыға рахмет. Үлкен мағлұмат бердіңіз. Сәлем сендерге бәріңде.